Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін керемет қытырлақ жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды кішкене шым-шым тұз салып, әбден көпіргенше, аппақ болып көпіргенше 10 минуттай миксерлеп аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз осындай аппақ болып көтерілгеннен кейін үстіне кішкене разрыхительді салып, тағы да миксерлеп жіберіп, ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп салып отырып, жаймендеп миксерлеп болғаннан кейін қолымызбен қамыр жасауға кірісеміз. Қамырымызды жасап болғаннан кейін осылай салафанға салып, холодильникке 15 минутқа тындырып қоя тұрамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді сол қамырымызды алып, 15 минуттан кейін қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жайғаннан кейін арасын сұйық маймен бір тегіс қылып жағып шығамыз. Бір тегіс жағып шыққаннан кейін бір-біріне беттестіріп, енді тағы да үстіндегі арасындағы көпіршіктері кету үшін үстінен тағы да оқтаулап шығамыз да, нанымызды енді ұзынша етіп кесіп, ұзыннан кесеміз және көлденеңінен тағы да кесіп шығатын боламыз. Кесіп шығып, дайын нандарымызды ыдыстарымызға салып, майымызды қыздыруға қоямыз. Майымызды қыздырып алғаннан кейін, енді қытырлықтарымызды жаймендеп пісіретін боламыз. Ол кезде біздің қабатталған екі қамырымыз бір-бірінен ажырап, дөңгелек күйге айнала бастайды. Дөңгелекше етіп айналған хворстарымызды осылай тесік бақыраштың көмегімен үстіп сүзіп алып, әдемілеп қытырлақтарымыз дайын болатын болады. Енді оны әртүрлі жолмен әсемдеуге болады. Мен бетіне сахарный пудраны сеуіп және шоколадты сеуіп осылай ғана әсемдедім. Бұны арасына сгущенка жағуға да болады. Болмаса сироп дайындап, су мен шекерді араластырып, сироп дайындап, сиропқа да малып, әдемілеп жасауға болады. Әркім өз қалауынша жасап жеуге болады. Өте шай ішуге керемет, оңай әрі тез шығатын осындай қытырлақтарды сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рецептісін описанияға қалдырып кететін боламын. Алдағы уақытта көптеген қызықты, қолжетімді заттармен жасалатын видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Баршаңызға ас болсын.